тілінің 5-ші сабағына қош келдіңдер. Тағы да дыбыстар мен әріптер, біз тағы да өзгеше дүниелерді меңгеретін боламыз. Балалар, міндетті түрде сабақтарды ойларыңа сақтап, қайтадан қайталап көруге кеңес беремін. Себебі адам жады 2-3 рет қайталап көргеннен кейін көптеген жылдарға дейін мағлұматтар қалады екен. Ендеше бірінші жаттығуға мән берейік. Суретке қара, мәтінді түсініп оқы дейді. Ендеше менімен бірге оқыңдар. Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Ол төбешік басына көтеріле бастады. Жол тайғақ екен. Мұны байқаған бір бала оны жоғары жетеледі. Төбеге алып шықты. Енді шанаңа отыр да зымырай бер деді. Кәрім жүрексініп біраз тұрып қалды. Сәлден соң шанасымен төмен қарай заулай жөнелді. Ермек Өтетілеуұлы. Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы бөлікті тауып оқы. Кәне балалар. Дұрыс айтасыңдар. Кәрім сырғанаққа келді дейді. Балалардың қысқы ойыны туралы әңгімеле. Сендер де өздеріңнің нұсқаларыңды айтып көріңдер және жазып көріңдер. Адам суретке қарап, ойланып, әңгіме құрастырған сайын оның интеллектісі дамиды. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мына суреттегі балалар тағы да не істеп жүр? Сырғанақ теуіп жүр. Қыз қызығына тоймай жүр. Ендеше екінші жаттығу. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Балалар тепті сырғанақ. Бұл бір сөйлем. Киінді, олар жылы. Екінші сөйлем. Суреттегі балалар не істеп жүр? Мән берейікші. Дұрыс айтасыңдар. Балалар сырғанақ тепті болады. Екінші, балалардың мойын орағыштары бар екен. Бастарында қалпағы, қыстық курткаларын киіп алған, жейделерін киіп алған. Оны не деп айтамыз? Балалар сырғанақ тепті. Екіншісі қалай? Олар жылы киінді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Үшінші жаттығу. Әріптерден қыс айларының аттарын құра. Оларды ретімен жаз. Қыс айында неше айлар бар? Ай бар. Солардың біріншісі қайсы? Қалай аталады? Желтоқсан деп аталады. Жарайсыңдар. Үшінші ай ақпан. Ол бірінші тұр. Енді ортада бір ай қалып кетті. Дұрыс, қаңтар айы. Жарайсыңдар балалар. Оларды ретімен атаңдар. Желтоқсан, ақпан, қаңтар. Немесе қаңтар, желтоқсан, ақпан. Қайсысы дұрыс? Балалар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан болады. Жарайсыңдар. Балалар, менің ойымша сабақты мультхикаялармен өткізген жақсы сияқты. Сендерге де түсінікті болады. Егер бұл ойымды құптасаңдар, лайк пен комментарий жазып, каналға тіркеліңдер. Қысқаша ғана мультхикаялармен жасағым келеді. Сау болыңдар.